Сәлем барлықтарыңызға. Арнайы Ереке сұрағанға Notion'ның сабағын түсірейін деп жатырмын. Өз жұмысында пайдаланады екен. Қалғандарыңыз де көріп қолдансаңыздар болады. В принципе, бастан аяғына дейін Notion'ның қалай қолдану керек, сол туралы серия болады. Құдай қаласа. Енді басында мен мына сабақты ашып отырсаңыздар, сірә Notion не екенін білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Мен қалай қолданам, сол туралы бір көрсетейін. Одан кейін ары қарай өздеріңіздің неңізге, мұқтаждықтарыңызға байланысты нете бересіздер, қолдана бересіздер ғой. Ең бірінші мен Notion'ды мынау документтерімді сақтауға қолданам. Мына жерде менің документтерім бар, бір көрсетейін. Міне мына жерде менің паспортым, дипломым, там барлық свидетельство, о заключении брака деген дүниелер, сертификаттар барлығы осы жерде тұр. Керек кезде ашамда бүйтіп сол жаңағы сертификаттарым тұрған нелерді жібере салам адамдарға керек кезінде. Бүкіл маған қажет документтің сканы осы жерде тұр енді. Одан кейін не үшін қолданам? Әртүрлі мақалаларды осы жерге жіберіп отырам. Сосын осының ішінде өзім оқып отырам, қол тигенде уже қанша ай болды оқымағалы ештемені аяқтан. Бірақ негізі осы жерге жіберем, мысалы қызықты бірдеме көрем ғой интернеттен, оқу керек ау деген дүниелерді. Өзі бүкіл жаңағы статьяны жүктеп алады, Notion ішінен оқи бересіз. Телефонда болсын, былай болсын, белгілеп қойғам не туралы екенін. Сосын сол тема бойынша да нетіп, бүйтіп сорт жасап, мына жерде тек қана мысалы балалар туралы деймді, балалар туралы оқимын да, қажетіне байланысты енді. Одан кейін мынаны мен блокнот ретінде қолданам. Әртүрлі мысалы универде оқыған кезде бүкіл нелерімді осының ішіне салатын мынандай. Мысалы research methods деген сабақ, үй жұмыстарын осы жерге жазатынмын. Көп болды ашпағалы бет, осының ішінде үй жұмыстарын толтыратынмын. Одан кейін жаңағы бүкіл сабақтағы лекцияның барлығын кітаптан болсын, кітап сияқты істеп қойған ғой, лақтыратынмын бетке. Үстіп осы жерге жазып отырам. Одан кейін не болды? Мен бұны өзімнің жаңағы одногруппницалармен бөлістім осы бетті. Барлығымызда сонда ортақ бір не беті болып қалды бұл. Қалай дейді, жаңағы оқып атқан сабақтың бір жинаған блокноты сияқты болып қалды. Үстіп әр сабаққа істелінген негізінде. Көрсеңіздер, барлығы осы жерде көрсетіліп тұр. Одан кейін не бар сіздерге көрсете алатыным? Мына кітаптар. Оқылған кітаптарыма өзімше обзор жазам. Не үшін? Біреу сұраған кезде көрсетейін деп қойып қойғам. Менің құндылықтарыма сайма деп жазып қойғам. Әкенің махаббат туралы деген сияқты. Өзімше жазып қойғам ғой. Осылай жаңа оқыған кітаптарымды нетіп отырам. Оқығым келетін кітаптарды кейде осы жерге жіберем. Әртүрлі там TikTok'та бір жерден кітапты оқыңыз дейді, осы жаққа жіберіп қоям. Сол сияқты көп енді мына кейбіреулерін сіздерге аша алмаймын. Бірақ ең қызық нелердің бірі мына жақта менің көретін видеоларым, видео емес, кино, там не сияқтылар. Өте ауыр бетті. Қазір қайтып ашып көрейік. Бұл Notion өзінің несі коды ашық болғандықтан Notion бағдарламасын басқа бағдарламалармен байлап қоюға болады. Сондықтан мынау бет сөйтіп байланған. Маған бір кісі айтқан кезде, мысалы, мынандай кино көрші деп айтады ғой, мен аламда осыны осы бетке енгізіп қоям, көру керек деп. Ол автоматты түрде, мысалы, мен видеоның атын жазам, ол автоматты түрде сол видео туралы бүкіл нелерді тартып алады, ақпараттарды тартып алады. Қазір біреуін істеп көрейік. Мына жаққа дурак деген киноны жазайын. Өте күшті кино, қараңыздар қолдарыңыз істесе. Қазір интернеттен осы кино туралы ақпаратты жүктеп жатыр. Міне көрсеңіздер, дурак дейді, астына да шықты, соңғы қосқан кином. Ағылшынша переводы, мына жерде бүкіл несіне дейін, трейлері барлығын тартып алады. Жаңағы ашсаңыз, сол видео туралы барлық ақпаратты нақты көруге болады. Сондай біріне бетім бұл жаңағы көретін киноларға арналған. Сол сияқты почти бүкіл өміріме байланысты барлық заттарға осы Notion'ды қолданамын. Енді бұны жұмыста да қолданамыз, біз жаңа командамызбен
сіздерге мысал ретінде мынандай бір бет ашып қойдым. Средняя школа номер 1. Мысалы сіз мектеп директорысыз немесе заучысыз. Сіз мысалы мектебіңізге осындай бет ашып, бұны бөлісіп қойсаңыздар болады. Бұл мектебіңіздің жаңағы барлық жиналыстары, барлығын осы жерде істеп отырсаңыздар болады. Мысалға мектептің миссиясын жазып қоясыз да, бәрі көріп отыратындай. Одан кейін осы жылдың мақсаттарын, осы керекті документтерді барлығын осы жерге жазып қосып отырасыз. Мысалы оқушылардың тізімі деген сияқты да. Әр сыныпқа жеке-жеке бет ашып қолданса болады да. Мен примерно мысал ретінде істеп қойғам. Мысалы жиналыстарыңызды, мысалы завучтардың жиналысын, допустим, кәдімгідей канбан методымен алып жиналыстарыңызды да осы бетте қолданасыздар. Яғни айтқым келгені, бұны өзіңіздің компанияңызға да, или командаңызбен де, немесе жеке өміріңізге де қолдануға өте қолайлы. Барлық әртүрлі Google Drive-тың продукттары, одан кейін календарь, әртүрлі жиналыстарға арналған бағдарламалардың барлығын осы бір Notion өз бойында қамтиды. Қысқаша солай, келесі сабақтан бастап детально әрбір бөлігіне тоқталып үйретуге тырысам. Құдай қаласа барлықтарыңызға сәттілік. Басынан бастап соңына дейін қарап шықсаңыздар, ойлаймын бір идея пайда болады деп, қалай қолдану керек екенін. Әрине, ең бастысы әр сабақтан кейін көрсетілген қайталап отырыңыздар, сондай беттерді өздеріңіз жасап, әр үйретілген функцияны өзіңіз көріп, сонда ғана Notion'ды бір түсінуге болады, себебі бұл өте ауыр бағдарлама болғандықтан. Жақсы, амандық, саулық.